Ассалаумағалейкум барша фотошоперлер, сәлем. Өткенде ғана мен айтып кетіп едім, бір фотошопқа тек қана керекті фотолардан бөлек керекті заттар, керекті материалдар немесе реквизиттер деп аталады, солар керек. Енді мен осы фотоның құпиясын аша кетейін. Бұған міндетті түрде керекті заттар керек. Сіздерге айтып едім, ауқымы үлкен фотошоптар жасаймыз деп. Неге? Бұған керек ескі футболканы табасыз. Мен бұны қолым қатып жудым. Неге? Оған қайшыны алып қималап тастайсыздар, және де ескі марлы немесе ақ матаны қырқып жұлмалайсыздар. Қолға орау үшін қазір көрсетем. Неге? Жіпті орап қояды. Қосымша аксессуар. Оны алып тастасаңыздар да болады. Ол аса қатты қажет емес. Осы үш нәрсе міндетті түрде. Ал бастаймыз. Неге? Дәл осылай түсесіздер. Мінекей жаңа қолдағы нәрселер көрсете кетейін жақындатып. Осылай жұлым қылып түсесіздер. Бұның эффекті осылай. Достар, бұның мен бір басқа бір неден көрдім. Мықты бір фотошоперлер бар, солардың жұмыстан көргем. Көре салып қатты ұнады. Мен қалай болсын істеймін дедім. Енді біз рисовайтқа кіреміз. Рисовайтқа кіріп артын серий қыламыз, яғни сұр. Достар, білесіздер, фон ауыстыру сабағында мен көрсеткен болатын қалай жасалуын. Мінекей тағы да көріп жатсыздар. Бояуды аламыз. Окей, фигура. Фигураның ішінен енді 4 бұрыштын таңдаймыз. Аламыз залит болып өзгеріп кеткен ба? Окей, ауыстырамыз. Мінекей енді толық не қылғасын. Мінекей мына жерде көрдіңіздер, шетін басқанда осыны азайтасыздар. Азайтамыз. Мінекей азайтамыз. Енді өшіргішті аламыз. Бізге артқы фонды тез ағартудың бұл тиімді тәсілі. Бояп жүргеннен көрі. Білесіздер, фон ауыстыру деген сабақты көрсеңіздер болады. Мінекей өшіргішті алып кубик таңдаңыздар да. Мынандай ауқымы үлкен жерлерді осындай кубикпен тез өшіріп алыңыздар. Сосын қалған жерлерді қазір өшіргіштің арнайы кестін, мінекей мына кесті жақсы негізінен өшіруге осыны таңдасаңыздар деген кеңес берем. Осы барша ыңғайлы. Мінекей бетін тез өшіріп шығасыздар. Мен сіздерге қазір өшіру тәсілінің жолын көрсете салайын. Мен бұны алдын ала өшіріп қойған, қазір видеода қол ұстамасын деп. Мінекей барлық жерін осылай өшіріп шығасыздар, достар. Сөйтіп өшіріп, мінекей окей, өшіре береміз. Шет-шетін жақсылап өшіріңіздер, достар. Біреулерде бар қыртыс болып қалып кетеді, қалмасын. Мінекей енді қайтып сол жерге барып көбейткен кезде мінекей осындай болады. Енді дәл бұндай емес. Мінекей көбейткен кезде қазір менің оригинал фотомды алайын. Мінекей өшіріп жатырмын. Окей, көбейткен кезде сіздер барлығын өшіріп 100%-ға қойған кезде тура осылай артық фоныңыз бірден өзгеріп серий бола қалады. Енді біз көлеңкені істейміз. Көлеңкені өткен иллюзия деген сабақта да айтқанмын. Мінекей тағы да көрсетемін осы жерде. Мінекей атын білмеймін, соны таңдаймыз. Твердісі аз оның. Мінекей осыны аламыз. Барынша астыңғысын азартып тастаймыз, қоюлығын. Окей, установить етеміз да. Енді қазір мінекей шет-шетін бояп шығасыздар. Видеода көрсетілгендей басын қатты асырмаймыз. Мінекей басын кішкене не қыласыздар да, қолға тигізіп, қолдың қай жері шығып тұр, қай жері кіріп тұр, бәрін белді байқаймыз. Мінекей барлық аяқ жақты шығарып шамалы. Тура осылай бояп шығасыздар. Енді бояп шыққасын бұны қазір бояй берейік. Бояп тастаймыз. Окей. Мінекей енді қазір видеода көріп тұрғандарыңыздай бұны азайтып кішкене мына жерден слой, обычныйда слой аламыз да кішкене көбейтеміз. Сол кезде мінекей нағыз көлеңке сияқты болып түсті. Біздің есеп бойынша бізде бас қарап тұрған жақтан жарық түсіп тұрған болатын оригинал фотода. Сол есеппен істеп жатырмыз. Барынша әдемі шығады негізі, көлеңкені пайдалансаңыздар. Мінекей енді келесі бізде добавить фотолар. Мінекей пышақтар, қайшылар. Мен міндетті түрде осы темір сұр қайшыларды таңдап алдым. Неге десеңіздер, қазір алдағы кезде айтамын неге екенін бұларда. Мінекей прозрачный аз айтамыз. Окей, жоғарыдағы өшіргішті аласыздар да енді өшіресіздер. Яғни қолға қойып, яғни сізде қай жер жыртық ашылып қалған жер, сол жерге қоясыздар. Енді бұны қай фотошопер істесе жеке видеода көрсететін боламын. Бұл бұндай енді материалдар табу қиын. Мінекей өшіріп шығасыздар, қайтып прозрачность көтереміз. Енді басқа пышақтарды да солай әр жерінен кіргізіп қоямыз. Мінекей онды да қоямыз, азайтамыз, өшіреміз, тағы да шығамыз, көбейтеміз. Мінекей ұзақ түсіндіріп отпайын, видеоны қырқып тастағам. Мінекей бұны да иығынан әкелеміз. Тоже қоюлығын азайтамыз. Жоғарыдағы өшіргішті көрдіңіздер, аламыз. Мінекей керек емес жерін өшіреміз. Және де бізде ең маңыздысы, осы жерде бір маңыздысы бар, тағы да добавить фото, қолдан пышақ өткізу. Осы бір көбісіне қиындық тудырады маған да. Осын ұзақ ойланғам, қалайынан бұны не қылсам екен деп, бірақ та таптым.
мінекей мынаны былай да былай, мінекей мынаны былай қозғалтсаңыздар тура ар жақтан бері қарап ұшып келе жатқан сияқты болады. Мінекей осыны қыссаңыздар, мінекей көрдіңіздер ма, осылай азаяды. Бұны да азайтамыз. Окей, басын өшіріп тастаймыз. Тура бір недегі сияқты, мынау суретші дегенде біз кисть ұстатқан болатынбыз ғой қолына, тура сол сияқты. Мінекей мына бетін өшіріп, қазір мына бетінен ұшын әкелеміз. Енді тағы да мінекей ұшын тура анамен сәйкестендіріп аламыз, себебі ұшы сәйкес келмей қалуы мүмкін. Мінекей шамалы шығарамыз ұшын. Так, қоюлағышты азайтамыз. Окей, жоғарыдағы өшіргішті аламыз. Так, өшіргішті қойылайын. Окей, мінекей болды. Бұны көбейтеміз. Тарс болды. Келесі бізде қызмет тағы да рисовайттың ішінен енді көлеңкелер қою, қалай дейді, қазір көрсетемін. Бұл тоже солардың көлеңкелері, пышақтардың. Енді бұны осыған таңдаймыз да шамалы азайтамыз. Әшейін бір сызық қылсаңыздар болды. Бір сызық үстінен сызып өтетіндей қылсаңыздар болды. Шамалы 9-ға қоя салайын. Окей. Мінекей қазір жақындатқанда тез көрсетемін. Мінекей мына жерде бір-бір сипап өтесіздер, қатты емес, бір-бір сипап өтсеңіздер жетеді. Мінекей көлеңке түскен жағын шамалы дөңгелектеу боласыздар, себебі көрдіңіздер көлеңке түсіп тұр деген әңгіме болды. Мінекей мына жерде істейміз. Мінекей қайшының ұштарын істейміз. Қайшының баршасының ұштарын істеп, мінекей баршасын істегенде окей, мынаны азайтамыз шамалы. Сонда бір шында да көлеңке түсіп тұрған сияқты. Енді қосымша эффекттер бұлардың бәрі маңызды емес, бірақ та осының бәрін істесеңіздер суретіңіз 100% керемет шығады. Бұндай көлеңке светтің бағытымен ойнаған дұрыс. Енді келесі бізде тағы да добавить фото. Мінекей Никита есімді бір жігіт осыны айтып өткен, неге қан қоспадың дейді. Соған тағы да бір-екі қыздар қосылған сияқты. Мен осыны неге қан қоспаған сияқты, неге қоспағанды айта кетейін. Никитаға, достар, менің орысшам өте төмен, ауылда өскесін. Сразу я говорю, Никита, у меня русский язык плохо. Почему я не добавил кровь? Кровь для меня это же детский спецэффект, как этот. Здесь реально тема, здесь смысл, это просто мне нужно серый фон. Просто серый фон. Здесь все серые, железо серый, марло и одежда, все серый фон. Мне не нужны все кровь или красный эффект, дышка. Просто мне не нужна реальный красный эффект. Просто мне нужна серый фон и киношный эффект, более зеленый эффект. Здесь просто кровь, это как этот, не видно же по-любому. Вот видно, по-любому не видно. Я первый раз пытался это добавил, но не видно, просто здесь мелкий болып қалды. Менің единствен таусылып қалды, достар, ренжімеңіздер, шынында да маған орысша сөйлеу өте қиын. Сол себепті мен неге қоспаған себебім сол, біріншіден көзге көрмейді, екіншіден мен үшін детский эффект ол, үшіншіден маған серий фон керек болды. Сол себептен қоспадым мен. Бұл неге қоспадың десеңіздер, сол Никита, почему я не добавил кровь? Вот, просто мне нужна серий фон. Здесь кровь, просто детский эффект реальный. Никита, я не советую добавить кровь. Неке, әрмен қарай кетеміз. Енді эффект таңдаймыз. Эффектісің ішінен, достар, енді эффект таңдап, осының ішінен өздеріңізге сай келетін түрлі түрлі түстерді таңдайсыздар. Енді жан-жағын не қылуды білесіздер, яғни қара қылуды, ол ломо. Қазір мына жерде достар, мен айта істеуді ұмытып кеттім видеода. Неке мойындағы тамырлар. Осыны неке мен астына қалдырам, осымен аласыздар, добавить фото и умный қыласыздар. Умный қылған кезде тура мойындарыңыздан жаңағы сияқты эффект шығып тұрады. Мен просто видеода ұмытып кеттім, достар. Түнде түсіргеніне байланысты, енді ұйқы келген кезде түсінесіздер. Неке ломода жан-жағын қара қылу эффекті кетіп жатыр. Өшіргішті алып ортасын өшіріп, жан-жағын қоңыр қылып қоя саласыздар, және суретіңіз анық болмаса, ең соңғы рездысық деген бар, соны пайдаланыңыздар. Сол, достар, ұнат деген ойдамын. Және де түнде ұйқым келіп жатқасын, кейбір жерлерді айттым, кейбір жерлерді айта алмадым. Кешірім сұраймын. Және де мен осы аптада жаңа Айдар ойлап таптым. Өзіме ұнайтын 2 фотоны таңдап алдым. Бірінші Темірлан есімді неке грим-артты керемет жасарған. Шынында да ұнат Темірлан, және де Жандос. Неке асағат керемет болмаса да, Назарбаевпен амандасып тұрған, шынында да керемет шығарған, маған ұнады. Осы 2 фото ұнады. Алдағы уақытта тағы да салам, және де біздің фотошоперлердің жұмысын осында сала алмадым, келесте салам. Сау саламатта болыңыздар.